Сарысу ауданы Жаңаталап орта мектебі 8-ші сынып оқушысы Төренбек Назерке. Мен рухани жаңғыру бағдарламасының аясында өз өлкемнің тарихи ескерткіштерін таныстырғым келеді. Қарт Қаратаудың теріскейінде Шабақты өзенінің оң жағалауында Саудакент қалашығы жатыр. Қала Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан. Қала Қаратаудың теріскейі арқылы Тараз шаһарына қатынайтын үлкен керуен жолдың бойындағы ірі сауда орталығы болған. Осы Саудакент төңірегінде елге белгілі тұлғалар аз болмаған. Солардың бірі ұлы күйші, қобызшы Ықылас Дүкенұлы. Бұл ескерткіш қазіргі Сарысу ауданы Шығанақ ауылының маңындағы Қуарал жазығында орналасқан. 19 ғасырдың ортасында қазіргі Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданында дүниеге есігін ашқан Ықылас Дүкенұлы арғы бабалары да, өз атасы да шебер қобызшы болған. Ол ұлылар аспабының көмегімен халық күйлері мен қорқыттың күйлерін өз нақышына келтіре орындай алған. Ел арасында небәрі 15 жасында ұлылар аспабы қобызды шебер меңгеріп, соңына өспеш мұра қалдырған. Қазақ өңірінің саңлағы Ықылас Дүкенұлының кесенесі бүгінде Жамбыл облысы аумағында халық тәу етіп, тізе бүгетін қасиетті орынның бірі саналады. Сондықтан да болар ескерткіш 2010 жылы Жамбыл облысының жергілікті маңызы бар мемлекеттік тарих және мәдениет ескерткіштерінің тізіміне, ал 2017 жылы Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасы аясында Қазақстанның өңірлі қасиетті нысандары тізімінде алынған. Бүгінде Жамбыл жұртшылығын бөлек тұтас қазақ кие тұтатын Ықылас Дүкенұлының кесенесі оның қабірінің басында тұрғызылған. Қобызшы кесенесі оның 150 жылдық мерейтойына арнап бой көтерген. Кесененің тағы бір ерекшелігі оның тұтас композициясының қобыз пішінін беруінде болып отыр. Ғимаратта ұзын дәліз бен ғибадат етуге арналған бірнеше шағын бөлмелер бар. Олардың кейбірі қобызшының музейі ретінде жабдықталған. Мұнда мәрмәр тасқа қашалған күйшінің шығармаларының атауында кезіктіруге болады. Шоқайдатқа кесенесі Сарысу ауданы Саудакент ауылының оңтүстік шетіндегі ескі қорымның солтүстік бөлігінде орналасқан. Кесене Шу, Талас өңіріне тән монументалды құрылыстар түрінде жататын ескерткіш. Кесене Жамбыл облысының республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштер тізіміне және 2017 жылы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қазақстанның киелі жерлерінің география жобасы бойынша Қазақстанның өңірлік қасиетті нысандары тізіміне енді. Алғашқы құрылысы 19 ғасырда тұрғызылған. 1946 жылдан бастап әр кезеңде қалпына келтіру және зерттеу жұмыстары жүргізілген. 1990 жылдары қабырғаның құлаған жақтауларының мүжілген тұстары қалпына келтірілген. Күйдірілген кесектен өріліп, есігі оңтүстік батысқа қараған бір бөлмелі күмбезді ғимарат. Шоқайдатқа Қарабекұлы Қаратау өңіріндегі Саудакент жерінде 19 ғасырдың өмір сүрген белгілі тарихи тұлға.